Бүгін біз адамзаттың есінде мәңгілікке сақталған, жер бетін дүр сілкіндірген оқиғаларға тоқталамыз. Табиғаттың ең қауіпті құбылыстарының бірі – тайфундар. Олардың жойқын күші қалаларды жермен жексен етіп, мыңдаған адамның тағдырын бір сәтте өзгерте алады. Бүгін біз тарихтағы ең жойқын 5 тайфунды қарастырамыз. Бұл тек статистикалық мәліметтер емес, бұл адамзаттың табиғат алдындағы дәрменсіздігі мен қайсарлығының, қайғысы мен үмітінің тарихы. Біз бұл табиғи апаттардың қалай пайда болғанын, олардың қандай зардаптарға әкелгенін, және адамзаттың бұл сынақтардан қандай сабақ алғанын талқылаймыз. Тайфунның ашулы толқындары мен ызғарлы желінің ар жағында қандай оқиғалар жасырынып жатқанын білгіңіз келе ме? Олардың күшінің құпиясы неде? Бізбен бірге болыңыздар. Өйткені тереңден қаһарлы күштердің ізімен жүріп, олардың тарих беттеріне жазылған жойқын іздерін зерттейтін боламыз. Бұл саяхат біздің планетамыздың күші туралы түсінігімізді тереңдете түсері сөзсіз. Әрбір тайфунның артында мыңдаған адамның тағдыры, жоғалған өмірлер мен қайта құрылған қалалар туралы оқиғалар тұр. Біз бұл апаттардың сандарын ғана емес, олардың адамдардың жүрегінде қалдырған жараларын да еске аламыз. Бұл табиғаттың бізге ескертуі ме, әлде жай ғана табиғи циклдың бір бөлігі ме? Бұл сұрақтардың жауабын бірге іздейік. Дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Табиғаттың қаһарлы бет бейнесімен танысуға әзір болыңыздар. Біздің тізімімізді 2013 жылы Филиппинді есеңгіреткен Хайян тайфунынан бастаймыз. Жергілікті халық оны Иоланда деп те атайды. Бұл жай ғана дауыл емес, бұл адамзат тарихындағы ең жойқын табиғи апаттардың бірі рет тарихта қалған оқиға. Сағатына 315 шақырымға дейін жеткен желдің күшімен ол аралдарды жайпап өтті. Көз алдыңызға елестетіп көріңізші, екпіні соншалық. Темір-бетонды ғимараттардың өзі қағаздай жыртылып, алып кемелерді құрлыққа лақтырып тастаған. Таклобан қаласы апаттың ошағына айналып, тайфун тудырған цунамиге ұқсас толқындар қаланы толығымен су астында қалдырды. Бұл апат 6300-ден астам адамның өмірін жалмап, миллиондаған адамды баспанасыз қалдырды. Хайян тайфунының салдары тек қираған ғимараттармен өлшенбейді. Ол адамдардың жүрегіне өшпес жара салды, отбасыларды бір-бірінен айырды және тұтас бір ұрпақтың жадында мәңгілікке сақталды. Бұл оқиға бізге табиғаттың күші қаншалықты мейірімсіз бола алатынын және климаттың өзгеруіне байланысты мұндай апаттардың жиілеуі мүмкін екенін еске салды. Хайян, бұл тек Филиппиннің ғана емес, бүкіл әлемнің қайғысы. Енді біз уақыт машинасымен 1979 жылға оралып, тарихта тіркелген ең үлкен және ең қуатты тайфун Типпен танысамыз. Оның ауқымы соншалықты үлкен болғаны, сонша, егер оны картаға салсақ, ол Америка Құрама Штаттарының жартысын жауып қалар еді. Диаметрі 2220 шақырымға жеткен бұл алып циклон Тынық мұхитында пайда болып, Жапонияға қарай бет алды. Оның ортасындағы қысым рекордтық төмен деңгейге 870 миллибарға дейін түсіп, бұл оның қаншалықты қуатты болғанын көрсетеді. Бұл, табиғаттың өз күшін толықтай паш еткен сәті еді. Тип тайфуны Жапонияның жағалауына жеткенде, оның күші сәл бәсеңдегенімен, ол бәрібір үлкен апаттарға себеп болды. Күшті жауын-шашын су тасқыны мен көшкіндерді тудырып, елдің ауыл шаруашылығы мен инфрақұрылымына орасан зор зиян келтірді. 100-ге жуық адам қаза тауып, мыңдаған адам зардап шекті. Тип тайфуны метеорологтар үшін маңызды зерттеу нысанына айналды. Оның қалайша мұндай үлкен ауқымға жеткені және оның құрылымы ғалымдарға циклондардың табиғатын тереңірек түсінуге көмектесті. Бұл тайфун табиғаттың қандай алып құбылыстарды тудыра алатынының айқын дәлелі. 1975 жылы Қытайда болған Нина тайфуны. Бұл табиғи апаттың адам қолымен жасалған қателіктермен ұштасқанда, қандай қайғылы салдарға әкелетінін көрсететін ең айқын мысалдардың бірі. Тайфунның өзі аса қуатты болмағанымен, ол әкелген нөсерлі жауын тарихтағы ең ірі техногендік апаттардың біріне себеп болды. Бірнеше күн тоқтаусыз жауған жаңбыр, Хэнань провинциясындағы Банцяо су қоймасының деңгейін қауіпті шекке дейін көтерді. Инженерлер мен билік өкілдері бөгеттің мұндай қысымға төтеп бере алмайтынын ескермеді. Соның салдарынан, тамыз айының бір түнінде Банцяо бөгеті жарылып,
онымен бірге 60 бөгеттен астамы істен шықты. Миллиардтаған текше метр су жолындағының бәрін жайпап өтіп, ені 10 шақырым, биіктігі 3 пен 7 метр аралығындағы алып толқын тудырды. Бұл апаттың салдарынан 26 мыңнан астам адам бірден қаза тапса, кейінгі індеттер мен ашаршылықтан тағы 145 мың адам көз жұмды. Нина тайфуны мен Баньцзяо апаты табиғаттың күшін жете бағаламаудың және инженерлік жобалаудағы қателіктердің қаншалықты қымбатқа түсетінін көрсететін ащы сабақ. Жақында ғана 2018 жылы болған Мангхут тайфуны біздің заманымыздағы ең қуатты дауылдардың бірі ретінде есте қалды. Ол Омпонг деген атпен Филиппиннің солтүстігін зардапқа ұшыратып, одан кейін оңтүстік Қытай теңізінен өтіп, Гонконг пен Қытайдың оңтүстік жағалауына соққы берді. Мангхут 5-ші санаттағы супер тайфун ретінде жіктеліп, оның желінің жылдамдығы сағатына 285 шақырымға дейін жетті. Бұл табиғаттың заманауи мегаполистерге де қауіп төндіре алатынының айқын көрінісі болды. Филиппинде тайфун қатты жауын-шашын мен көшкіндерге себеп болып, 100-ден астам адамның, негізінен кеншілердің өмірін киді. Ал Гонконгта бұл дауыл қаланы толықтай тоқтатып тастады. Көк тіреген ғимараттардың терезелері сынып, көшелерді су басып, алып ағаштар тамырымен қопарылды. Қала инфрақұрылымына орасан зор зиян келді. Мангхут тайфуны бізге дамыған технологиялар мен мықты инфрақұрылымның өзі табиғаттың ең жойқын күштері алдында әлсіздік танытуы мүмкін екенін көрсетті. Бұл апат климаттың өзгеруіне бейімделу мен дайындықтың қаншалықты маңызды екенін тағы бір рет дәлелдеді. Біздің тізімімізді Атлант мұхитында пайда болса да, тайфунмен бірдей жойқын күшке ие болған Катрина дауылымен аяқтаймыз. 2005 жылы бұл дауыл Америка Құрама Штаттарының тарихындағы ең ірі табиғи апаттардың біріне айналды. Катрина Мексика шығанағында күш жинап, 5-ші санаттағы дауылға дейін жетті де, Луизиана, Миссисипи және Алабама штаттарына соққы берді. Апаттың ең ауыр зардабын әйгілі Жаңа Орлеан қаласы тартты. Қаланы қорғап тұрған бөгеттер жүйесі дауылдың қысымына шыдас бере алмай, бірнеше жерден бұзылды. Соның салдарынан қаланың 80% су астында қалды. Мыңдаған адам өз үйлерінің шатырында көмек күтіп, шарасыз күйде қалды. Бұл апат 1800-ден астам адамның өмірін қиып, $100 миллиард астам шығын келтірді. Катрина тек табиғи апат қана емес, сонымен қатар әлеуметтік апат болды. Ол биліктің дағдарысқа дайын еместігін, инфрақұрылымның осалдығын және қоғамдағы теңсіздікті айқын көрсетті. Жаңа Орлеанның қайғысы бүкіл Американың жадында терең із қалдырып, табиғи апаттарға дайындық пен әрекет ету жүйесін қайта қарауға мәжбүр етті. Міне, құрметті достар, біз адамзат тарихындағы ең жойқын 5 тайфунның оқиғасын қарастырып шықтық. Хаянның аяусыз соққысынан бастап, Катринаның салған жарасына дейін, әрбір дауыл, бұл тек қираған қалалар мен жоғалған өмірлердің статистикасы емес. Бұл табиғаттың ұлылығы мен оның алдындағы адамзаттың кейде қаншалықты дәрменсіз екенін еске салатын терең тарих. Бұл апаттар бізге планетамыздың күші туралы, оның тынысы мен қаһары туралы көп нәрсені үйретеді. Бұл оқиғалардың барлығы бізге бір маңызды ойды ұқтырады. Біз табиғатпен үйлесімде өмір сүруге тиіспіз. Климаттың өзгеруі, теңіз деңгейінің көтерілуі, мұның бәрі болашақта мұндай апаттардың жиілеуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан ғылыми білімге сүйеніп, алдын алу шараларын күшейтіп, бір-бірімізге қамқор болуымыз бұрынғыдан да маңызды. Әрбір дауылдың артында қайсарлықтың, үміттің және адам рухының мызғымастығының да оқиғасы жатыр. Қираған қалалар қайта бой көтерді. Адамдар бір-біріне көмек қолын созды. Табиғаттың күшімен күресу мүмкін емес, бірақ біз оның тарихынан сабақ ала аламыз. Осы апаттарды еске ала отырып, біз болашақта осындай қайғылы оқиғалардың алдын алуға және оларға дайын болуға ұмтылуымыз керек.